спортының қай саласында қоғам тынысында маңызды орын алады. Алайда криминалистика саласы ішкі істер жүйесінде ойы балар орны бар қызмет. Қылмыстардың алдын алу, болдырмау, жедел тергеп тексеру барысында осы қызметтің атқарар орны ерекше. Армағайын, эфирде сақшымен сырласу. Бүгінгі сұхбатымыздың қонағы Атырау облысы полиция департаменті жедел криминалистика басқармасының бастығы, полиция полковнигі Нұрлан Өтегенұлы Ахметжанов. Сәлеметсіз бе, қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе. Жедел криминалистердің жұмысы сан салалы, күрделі. Жалпы кез келген қылмысты ашу, дәлдікті, қырағылықты талап етеді. Бұл салаға келуіңізге не түрткі болды? Дұрыс айтасыз, криминалистика полиция қызметінде ең маңызды рөлдердің бірін атқарады. Онсыз қылмыстарды ашу мүмкін болмайды қазіргі таңда. Біздің міндетіміз оқиға орнына сапалы қарау, ең алғашқы болып қылмыс іздері мен заттай дәлелдемелерді табу, оларды тіркеу, алу және зерттеу. Криминалистикалық техниканы дұрыс пайдалану криминалистің шеберлігіне байланысты. Менің енді осы полиция қызметіне келу себептерінің бірі бұл бала күнгі арманым деп есептеймін. Бала күнімізде өзіңіз білесіз, қазіргідей компьютер, смартфондар, интернет желілері болған жоқ. Біздер әдеби кітаптарды оқып өстік. Соның бірі, мысалы, Ұлы Отан соғысының ардагері Кемел Тоқаевтың шығармалары, Қастандық, тау бөктерінде, түнде атылған оқ сынды детективті жанрдағы кітаптарын оқып, ондағы кейіпкерлер құқық сақшылардың қылмыскерлерді құрықтаудағы негізгі іс-қимылдары әсер етті маған. Сонымен бірге өзімнің немере ағам мектепте алғашқы әскери даярлық сабағының ұстазы болды. Әскери киім киген осы ағаларымызға еліктеп, мен де отан алдындағы борышымды өтеп келгеннен кейін 1996 жылы осы ішкі істер органдарына жұмысқа орналастым. Ал криминалистика саласына келуімнің себебі оған түрткі болған өзімнің әкем деп есептеймін. Неге десем, ол кісі кішкентай кезімнен мені фотоаппаратқа, криминалистика техникасына фото шығаруға үйретті. Сол мектеп қабырғасында жүріп мен фотоға түсіруді, оны қараңғы бөлмелерде фотоны шығаруды үйреніп, алға қарай осы жұмысқа орналасқан кезде осы криминалистиканы таңдауыма себепші болды деп ойлаймын. Жауабыңызға көп рахмет. Жалпы қызметіңізде адам өлімімен байланысты қылмыс түрлерінде мүлт кетуіңізге болмайды. Ол үшін біліммен қатар тәжірибе керек екені анық. Жалпы өз тәжірибеңіздегі бір-екі мысалмен бөліссеңіз, қанша қылмыс аштыңыз? Қазіргі уақытта жедел криминалистика басқармасының қызметкерлері тәжірибелі қызметкерлерден құралған. Осы бөлінісіміздің 70-80% жұмыс өтілі 15-20 жылды құрайды. Алайда криминалистер қылмыскерді ұстамайды. Олар тек осы оқиға орнына алынған іздерді тексеру арқылы қылмыскерді анықтап, қылмыстың ашылуына себепкер болады. Жедел криминалистика басқарманың заманға сай, заманауи техникалармен жабдықталған оқиға орнынан алынған іздерді біз автоматтандырылған іздеу жүйелеріне құйып, компьютерге енгізіп, сол арқылы тексеріп, оң нәтижелер алып отырамыз. Осы ағымдағы жылдың 9 айында ашылмаған қылмыс орындарынан алынған іздерді тексеру барысында 500-ден аса оң нәтижелер алынып, осы базаларды тексеру арқылы олар қылмыстардың ашылуына
көмектесті. Енді өз өмірімнен оқиғаларды алатын болсақ, мына 2010 жылдары осы Атырау қаласында Сырымдатов көшесінде орналасқан автотұрақтың күзетшісін өлтіру фактісі орын алды. Ол кезде жедел тергеу тобының құрамына мен де бірге шығып, осы қылмысқа бардым. Қылмыскер күзетшіні 25 жерінен пышақтап, оқиға орнынан бойталасы салып қашып кеткен. Біздер сол оқиға орнын сапалы тексеріп, алынған іздерді автоматтандырылған базалар жүйесіне құйып, кезекші тәулік ішінде оң нәтиже қылмыскерді анықтап, қылмыскерді ұстауға көмектестік. Аталған қылмыскер құрықталып, оларды тергеу абақтысына жапты. Тағы да сол сияқты қылмыстар болып тұр. Соның бір есебінде мына қаламызда, сол кездерде қаламызда зергерлік дүкендерге қарақшылық шабуылдары көп деп орын алды. Біздерде әрбір қылмыс орнын тиянақты тексеріп, осы алынған іздерді жаңа криминалистикалық есептер қорларынан тексеріп, айналғанда осы облысымыздан тыс жерде тұратын басқа облыс адамдарының мәліметтерін анықтап, оларды Мақат станциясында пойыздан кетіп батқан жерлерінен ұсталып, құрықталып, жаңағы абақтыға тоғытылды. Жауабыңызға рахмет. Жалпы жедел криминалистердің жұмысы қауырт. Ал жұмыстан тыс уақытыңызды неге арнайсыз? Жалпы осы салауатты өмір салтын ұстануда қандай спорт түрлерімен айналысасыз? Хоббиіңіз қандай? Дұрыс айтасыз. Криминалистердің жұмысы қауырт. Олар тәуліктің кез келген уақытында, ауа райына қарамастан кез келген мезгілде, қолайсыз ауа райында болсын, қылмыс орнында шығып қарау жүргізеді. Бірақ та енді бос уақытымыз бола қалған жағдайда осы жедел криминалистикалық басқармасының коллективімен, басқа да әріптестерімізбен әртүрлі спорттық шараларға қатысамыз. Оның мысалы ретінде жыл сайын осы біздің департамент басшылығымен әртүрлі спартакиада ойындар өткізіліп өтеді. Соларда біздің коллектив жүлделі орындарға ие болып, мен өзім ең үлкен, жасы үлкен ойыншы ретінде номинацияда грамоталар алған кездеріміз болды. Енді өзіме ұнайтын спорттың түрлері футбол, волейбол, қыс кездерінде коньки тебуді ұнатамын. Мен де өзімде енді спортшылдың әкесі боламын. Екі ұлым да дзюдо күресіне қатысады. Олардың алып отқан осы қалалық, облыстық, республикалық сайыстарда жүлделі орындарға ие болып, КМС дәрежесіне дейін көтерілді. Тұшымды жауабыңызға көп рахмет. Келесі сұрағымды қойсам, жалпы отбасыңыз туралы сөз қозғасаңыз, Нұрлан Өтегенұлы қандай әке? Енді отбасыма тоқталсам, ата-анам бар, зейнеткерлер, олар қазір Индер ауданы Өрлік ауылында тұрады. Отбасымызда 8 ағайындымыз. Өз отбасыма тоқталсам, жолдасым балабақшада педагог, психолог қызметін атқарады. 2 ұлым бар, олар қазір студенттер. Үлкенім Алматы қаласының Қазақ-Британ техникалық университетінің 2-ші курсында дәріс алып жатыр. Ал кіші ұлым тоже Алматыда Бас сәулет академиясының архитектура академиясында 1-ші курс студенті. Енді отбасында қандай әкеге тоқталатын болсақ, мен өзім енді әр адамның
өз пікірі болғанын қалаймын. Сондықтан осы балдарым мамандық алғанда мен біреуі мұнайшы, біреуі архитектор мамандығын таңдағанда қарсылық білдірмей олардың пікірімен санастым. Енді жұмыс қызметімізге байланысты отбасыда мен жауапкершілікті, тәртіпті талап ететін әке. Егерде болашақта ұлдарыңыз әке жолын қуып полиция қызметкері боламын десе, жауабыңыз қандай болмақ? Әрине, әрбір әке ұлдарының өзінің жолын жалғастырғанды қалайды. Бірақ енді мен ұлдарымның бірі мұнайшы, бірі архитектор мамандығын таңдауын қолдап, осы қарсылық білдіргенім жоқ мамандық таңдауда. Енді болашақты ешкім меңзеп көрмеген. Болашақта ұлдарымның бірі осы құқық қорғау саласына полиция қызметкері болам деп жатса, оны қолдаймын. Нұрлан Өтегенұлы, салиқалы сұхбатыңызға көп рахмет. Құрметті көрермен, бүгінгі эфиріміз өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар.